Есімім Сезім. Мен үйдің үлкенімін. Үйде 5 баламыз. Менің балалық шағым тек қорқумен өтті. Әкем қатты ішетін. Ішсе тоқтаусыз апталап ішіп жатып алатын. Сасық суын ішпесе, одан жақсы адам жоқ. Тек оны өзі сияқты достары құртады. Анам мектепте еден жуушы болып жұмыс жасады. Ал әкем анамның айлығын өзіне алып, ішіп-жегеннен басқа түк білмейді. Негізі біз ауылдық жерде тұрғанбыз. Әкем беделді қызметкер еді. Уақыт өте әкемнің жұмысы қалаға ауысты. Содан біз қуанып қалаға көшкен едік. Жаңа қала, жаңа өмір біз ойлаған ердегі өмір тозаққа айналды. Әкемді жұмысында сан соқтырып банкрот қылды. Әрине, оны жасаған әріптестері еді. Әкем бұл жағдайды көтере алмай ішіп кетті. Содан үй жақтан өзі секілді алқаш адамдарды тауып күні-түні ішетінді шығарды. Ал анам бізді асырау үшін барынша қолдан келген жұмысты жасады. Әкем мен анам жетімдер үйінен шыққан соң олардың туыстары жоқ. Әкеме бұл тірлігіңді таста дейтін бір адам жоқ. Солай өміріміз өтіп жатты. Әкем ішіп келіп анамнан бастап 5 жасар ініме дейін ұратын. Ең сорақысы, анамды өзінің достарының астына жібергені болды. Анамды 2 досы аяусыз біздің көзімізше зорлап жатса да мысқылдап күліп отыратын. Анам бұл азапқа шыдай алмай арқан алып душта өзін асып қойды. Бірақ бұл әкеме түк те әсер еткен жоқ, себебі жүрегі тас болып кетті. Анамнан кейін кезек маған келді. Мен небәрі 16 жаста едім. Өз туған әкем мені итше тепкілеп, достарына қалағандарыңды жасаңдар деп тамашалап отыратын еді. Олар әкеме ақша береді екен, мені пайдаланған сайын. Яғни мен әкеме ақша тауып беретін дайын жұмыс болдым. Уақыт өте аяғым ауыр екенін білдім. Әкем естіген бойдан мені өлгенше түйіп, ұрып, баланы түсірудің амалын жасады дегеніне жетті. Бірақ мені больницаға жібермеді. Әркімнің қойнына салған мен әкем жазылмайтын ауру қылып тынды. Әкем ішкілікке қатты салынғаннан бауыры істен шығып қайтыс болды. Мен үшін өте қуанышты күн, себебі ол азғыннан құтылдым. 18 жасымда не оқуым жоқ, алған білімім жоқ. Амалын тауып жұмыс жасадым, бауырларымды асырау үшін. Бауырларым ер жетіп, бірі бой жетіп, мені адам қорлы көрмек етті. Сен кезінде таза емес едің. Сол таза емес ақшаңмен бізді өсірдің деп менен теріс айналды. Арада 38 жыл өтсе де, мен әлі күнге дейін істеп келмеді. Қазір мен қарттар үйіндемін. Сол жерде жұмыс жасап, әрі сол жерде тұрамын. Менің азапталған өмірім өлгенше азаптап келе жатыр. Сол бір азғын әкемнің тірлігінен кейін мен адам қатарына қосыла алмадым. Осылай бір күні мен де өлермін. Ең үлкен арманым бауырларымды көріп, мақұмды басып, иіскеп, әрі қарай бұл дүниемен қош айтысқым келеді.